Құрметті достар, міне біз үйде тез ғана пісірілетін чак-чак дайындап жатырмық. Оған біз 3 жұмыртқа, 3 жұмыртқамызды салдық. Оны жұмыртқамызды араластырып аламыз кішкене. Сосын 2 қасық қамыт. Өзі әрі тез, әрі өзі үйде не бар осы мына қамыт, жұмыртқа, кішкене ұн. Қазір қосамыз. Мінекей, былай араластырып алдық. Кішкене көз мөлшерде міне ұн саламыз. Көз мөлшерде міне ұн салып, сосын илейміз. Илеп аламыз. Осы илеп жатқанда мен сіздерге айта кетейін. Негізі біздің енді чак-чакта біздің бауырсақ сияқты, бауырсақ тура бауырсақ, бірақ тек қана қытырлақ қылып не пісіреміз да. Мінекей қамырды жаңа оның үстіне қоямыз дедік, сонымыз қойдық. Міне енді қазір қамырымызды жаямыз. Кейін ана қойсайшы bakalım. Қазір қазір әдемілеп осылай жұқалап жайып аламыз. Мінекей. Мінекей чак-чагымызды пісіріп алдық. Енді оған біз сгущенка қосып араластырамыз. Мінекей. Біздің бұрынғы кезде апаларымыз чак-чакқа мед қосқан. Білесіздер ма? Естеріңіздер ма сіздердің? Ол бұрынғы кездегілер енді есінде шығар. Енді қазіргі таңда біз бәріміз осы тек қана сгущенка араластырамыз. Мінекей қазір біз жақсылап араластырып аламыз. Мінекей чак-чагымыз дайын болды. Мінекей қонақтарға мына кішкене тарелкаларға салып әдемілеп қойып қоямыз. Мінекей осылай әдемілеп мінекей салып қойып қоямыз. Мінекей сіздер де осылай жасап көріңіздер. Небәрі барлық уақытына небәрі бір жарты сағат кетеді істеуіне. Лезде. Мен негізі бүгін өте көп жасадым, сол үшін кішкене жасадым. Кішкене 1-2 порция жасайтын болсаңыздар, мен 10 порциялық жасадым бүгін. Егер де сіздер 1-2 порциялық жасасаңыз, өте бір 15 минутта лезде пісіре саласыздар. Рахмет тыңдағандарыңыз үшін. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер. Келесі жолы мен сіздерге осы ұмытылып кеткен ата бабамыздың дәмді бұрын кезде күш қуат беретін адамға дәмді тамақтарды істейтін боламын. Рахмет сіздерге тыңдағандарыңыз үшін.